Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бір өтінішім дейін ба, президенттер сияқты жолдауым дейін ба, не деп айтарым білмей отырмын. Енді сонда да тыңдап кетсеңіздер жақсы болатын еді. Мен Алматы қаласындамын. Алматы қаласында бір 35 жылдай болды. Осы жерде жүріп тұрып атқанымызға. Қазір түнделетіп жұмысымыз, түнімен жұмыс істейтін жұмыс болып тұрды еді. Сонда түні бойы екі күннің бірінде көретініміз Қазақстан, бауырларым, інілерім, қарындастарым, жастарымыз жаман жолға түсіп баратқан байқаймын. Өте ауыр, өте нашар жолға түсіп отыр. Құдайдың екі күннің бірінде мен жұмысқа барам, келем. Сол аралықта көретінім ішіп алған жастар, шегіп алған жастар, атып алған жастар, өздеріңіз түсініп тұрсыздар. Адаммен сөйлескен кездегідей баяғы біз сияқты емес, адамның көңіліне қарау, адаммен қайтып сөйлесу, адам қандай адам, бұл адамға менің зияным тиіп кетпей ма деп ондай ой жоқ. Қазіргі барлық демеймін, енді көп жастарда пайызбен есептесек бір 70% шығар, 65-70%. Біздің кезде ондай болмаған. Үлкен кісілерді көрсек, қанша жерден мықты болып тұрсақ та, қанша жерден білім болып тұрсақ та, қанша жерден аш су ішіп алған арамызда бауырларымыз болса да, үлкен кісілерді көргенде кішкене қысатын жерімізді қысып қоятынбыз. Ал қазір жоқ. Шамасы келсе, ыңғайы келсе деп айтайын, шамасы келсе емес. А десең, мә деп тұр ғой бауырларым. Біреулер айтуы мүмкін, сыйлатқызсаң сыйлайды ғой деп. Жоқ. Ішпей жемейді сөйлесіп тұрсаң